дейді хиджабта. Мінекей керемет деп ойлаймын өзім. Міндетті түрде жасап көріңіздер. От жасайтын боламыз. Ол үшін бізге сүт қажет және де қант, жұмыртқа, сары май қажет. Бірінші сүтімізді ыдысымызға құйып аламыз. Енді қантымызды саламыз. Араластырамыз. Және де қантымыз толыққанды ерігенше отта араластырып отырып сүтімізді пісіретін боламыз. Енді үнемі араластырып отырып қант ерігенше. Мінекей қантымыз толыққанды еріді. Ешқандай қант қалған жоқ. Енді оттан аламыз. 2 жұмыртқамызды ыдысымызға салып аламыз. Шанышқының көмегімен немесе венчиктің көмегімен араластырамыз. Араластырып отырамыз және сүтімізді аздап құйып отыратын боламыз. Енді сүтіміздің көп бөлігі жұмыртқада болғандықтан енді пісу қауіптілігі төмен, сондықтан қайта сүт құйылған ыдысымызға құямыз. Жақсылап араластырамыз. Отын алтыға түсіреміз. Енді үнемі араластырып отырамыз. Қойылғанша креміміз. Мінекей біздің креміміз қойылғанды. Енді астын өшіреміз. Және де енді бұны шыны ыдысқа немесе пластмасса ыдысқа аударып суытатын боламыз. Себебі біздің темір қазаншамызда салқындауы өте қиын болады. Сары майымызды миксерлейміз. Және кремімізді құямыз. Миксерлейміз. Қалған кремімізді құямыз. Толығын миксерлейміз бір келгі болғанша. Жақсылап миксерлеп отырамыз. Енді креміміз дайын болды. Мінекей қоюлығы өзінің формасын ұстап тұратындай состояниеде. Мінекей қараңыздар, мінекей бұны. Енді бұны біз тортымызды оформлениесін қандай түсте жасаймыз, соған байланысты көк, қызыл, розовый деген сияқты түстерге пищевой краска арқылы бояйтын боламыз. Біз 2 бисквит пісіріп алдық. Ол бірінші 22 диаметр және 18 диаметрлі бисквит пісіріп алдық. Енді әрбір қоржынына крем жағып отырамыз. Енді юбканың пішінін береміз. Ол үшін біз былайынан қожығымызды кесіп аламыз. Біз пышақтың көмегімен тура ортасын кесіп алдық. Бұл бізге кукламызды орналастыруға қажет. Мінекей. Әзірге қолын көтеріп қоямыз. Және де айналасын кішкене түзеулеп крем жағып шығамыз. Аса бір қатты күштілеп тұрып түзеулеудің қажеті жоқ, себебі бәрібір біз сыртын толыққанды юбкасын қаптап шығатын боламыз. Креммен гүлдеп, әдемілеп.
Сондықтан кейбір жерлерін ғана мынандай тегіс емес, қатты білініп тұратын жерлерін ғана креммен жасап шығамыз. Біз кондитерский мешогымызға насадкамызды салып алдық және кремімізді розовый түске бояп алдық. Енді оформление жасауға кірісеміз. Енді әрі қарата осылай жасап отырамыз. Және креміміздің аздаған бөлшегін басқа түске бояған болатынбыз. Мінекей, енді осымен көйлегіміздің етегін жасап шығамыз. Мінекей біздің тортымыз дайын, тіпті қуыршағымызға дейін хиджабта. Мінекей керемет деп ойлаймын өзім. Міндетті түрде жасап көріңіздер.